Assalamu alaikum, құрметті жамағат. Алла амандық берсе, бүгін сіздермен уақыт жайында уағыз айтатын боламыз иншалла. Алла субхана ва тағала баршамызға пайдалы етсін. Уақыт деген нәрсе адам баласы үшін бұл өмірде өте маңызды, өте қымбатты нәрсе екен. Тіпті уақыт дүниеден де барлық нәрседен қымбат нәрсе екен. Сол себепті Алла субхана ва тағала Құран кәрімде «Вал аср» асыр уақытына серт етеді. «Иннал инсана лафи хуср» адам баласының барлығы зиянда, өкініште дейді. «Иллаллазина аману ва амилус салихат» тек қана Аллаға иман келтіріп және ізгі амал жасағандар, «Ва тавасау бил хақ» хаққа бірін-бірін өсиет дегендер, «Ва тавасау бис сабр» және бірін-бірін сабырлыққа шақырғандар дейді. Қараңыздар, Алла субхана ва тағала асыр уақытына серт етеді. Және де төрт тайпалы адамнан басқасының барлығы зиянда екендігін айтып жатыр. Ең бірінші Алла субхана ва тағалаға иман келтіру. Бұл өмірде маңызды нәрсе. Бұл Алла субхана ва тағалаға иман келтіру екен. Біз уақыттарымызды неге сарыптауымыз керек? Алла субхана ва тағала осы аятта айқын айтып қойды. Ең алдымыз Аллаға иман келтіруіміз керек. Аллаға еш нәрсені серік қоспауымыз керек. Алла тағаланы жалғыз деп білуіміз керек. Және де ізгі амалдар жасауымыз керек. Ізгі амалдар бұл біздің осы уақыттарымызды толдыратын нәрсе. Біз баршамызға белгілі, уақыт сондай нәрсе, бүгінгі өткен нәрсені, кешегі күнін ешкім қайтара алмайды. Адамдар болады, адамдар үш түрлі болады дейді. Ең біріншісі өткенмен өмір сүретін адамдар дейді. Олар жастары үлкейіп, мүмкін өткен шақтарын жиналыстарда, отырыстарда бірін-біріне айтып отырады. Жас кезде мен осындай тірліктер жасағанмын деп, өзінің күнә жұмыстерін, немесе істеген бір жаман іс-әрекеттерін айтып отыруы мүмкін дейді. Алайда мұсылман адам олай емес, сол бос уақыттарын осы ізгі амалдармен толтыру керек екен. Өйткені кім уақыттарын ізгі амалмен толтыратын болса, иншалла бұл зиянға ұшыраушылардан болмайды екен. Және де бұл аятта «Ва тавасау бил хақ» бірін-бірін ақиқатқа шақыратындар, бірін-бірін ақиқатқа өсиет қылатындар. Жамандық жасап жатса, жамандықтан қайтарып, жақсылыққа шақыратындар дейді. «Ва тавасау бис сабр» енді кей кезде әртүрлі қиындықтар болады. Сол қиындықтарға сабыр етуге шақырушылар дейді. Осы төрт нәрсе кімнің бойында болатын болса, иншалла ол адамдар екі өмірдің бақытына қол жеткізеді екен. Ғұламаларымыз айтады, мына өмірдің мысалын келтіреді. Мына өмір бір егін сияқты. Бұл егіннің жемісін бұл өмірде көрмейміз дейді. Бұл егіннің жемісі ақыретте алынады дейді. Кім қандай егін егетін болса, сол еккен егіннің жемісін қияметте алады дейді. Алла субхана ва тағала Құран кәрімде былай дейді: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Алла субхана ва тағала осы аятта айтып жатыр. Ол Алла тағала дейді. Ойланып, ғибрат алуды және шүкірлік етуді қалайтындар үшін күндізбен түнде бірінің соңынан бірін жүретін қылып қойды дейді. Былай қараса, күндізбен түннің ауысуы бұл біз үшін ғибрат алу үшін және шүкірлік ету үшін екен ағайындар. Алла субхана ва тағала бізге бұл күндері сол үшін беру керек екен. Пікір жүргізу үшін, ойлану үшін. Адам өзінің өткізген уақыттарын пікір жүргізу керек. Мен қалай өткіздім уақытымды? Ақыретім үшін не пайда алып келдім? Ертең қияметте мен әрбір өткізген уақыттарыма сұралам ғой. Уақыттарды мен неге пайдаландым? Алла субхана ва тағала бұл өмірге мен не үшін жаратты? Адам пікір жүргізу керек дейді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде келеді. Қиямет күні адам баласының қадамы қозғалмайды. Адам баршамызға белгілі, баршамыз қияметте тірілеміз. Тірілген уақытта адамдар орнынан қозғала алмайды дейді. Төрт нәрсеге жауап бермейінше дейді. Ең алдымен адам бүкіл өмірі жайында сұралады. Бұлай айтқан уақытта адамның бүкіл өмірінен жалпылай есеп қылынады екен. Соған жауап береді екен. Және де өзінің жастық шағынан ерекше сұралынады екен. Жастық шақты неге сарыптадық? Біз баршамызға белгілі адамның жастық шағы
кішкентай уақытта жаттауға да, барлық нәрсені қабылдауға да, қандай іс-әрекет болса да жасауға мүмкіндігі бар уақыт ағайындар. Жас кезде адамның денсаулығы да өзі ерекше болады, күшті болады. Міне сол уақыттан ерекше біз сұралынады екенбіз. Және де алған біліміміз жайында сұралынады екенбіз. Білімді қалай алдық? Кім үшін алдық? Не үшін алдық? Және білімге қалай амал жасадық? Сол үшін сұралынады екенбіз. Және төртінші нәрсе бұл адам баласының дүниесі жайында сұралынады. Тапқан табысы жайында сұралынады. Табысын қандай жолмен тапты? Алла тағала адал қылған дінімізде көрсетілген жолмен тапты ма? Алайда дұрыс емес жолмен тапты ма? Осыдан сұралынса, және де ол дүниені қай жолдарға сарыптады? Адал жолға сарыптады ма? Немесе дұрыс емес жолдарға сарыптады ма? Осы хадиске қарап отыратын болсақ, ағайындар, біз адам баласы баршамыз осы өміріміз үшін жауап береді екенбіз. Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху айтады: осы өмірде өздеріңізге есеп беріңіздер. Қияметте есеп беруден алдын дейді. Өйткені мына өмірде адам өзіне есеп беретін болса, өзінің өткізген уақытына есеп беретін болса дейді, онда қияметте оған есеп беру оңай болады. Өйткені адам баласы мына өмірде есеп берген уақытта істей алмаған іс-әрекеттерін орын толтыруға мүмкіндігі бар. Тұта алмаған оразаларын тұтуға мүмкіндігі бар. Жасай алмаған жақсылықтарын ата-аналарына мысал алатын болсақ, жасай алмаса, оның орын толтыру мүмкіндігі бар ағайындар. Ол жеңіл, алайда қияметтегісі қиын дейді. Өйткені қияметте адам баласы қайтып мына өмірге келе алмайды. Бұл айтқанда, осы өмірде жасаған амалдарың, бағана айтқандай, еккен егіннің жемісін алуға тірелеміз ағайындар. Сол үшін осы өмірде өткізген уақыттарымызды біз көп не істеуіміз керек ағайындар, есеп беруіміз керек өзімізге. Мысалы, адам баласын бір алдайтын нәрсе, адам баласы әрқашанда өзінің жасаған жақсы ізгі амалдарын есептеп жүреді. Жасаған күнә іс-әрекеттерін есептемейді екен ағайындар. Адам баласы таразы тең болу үшін, таразы деген нәрсе баршамызға белгілі, таразының екі жаны бар, екі құлағы болады. Өлшемді білу үшін. Сол секілді адам баласы өзінің жақсы амалы мен жаман амалын таразылап жазып жүретін болса, иншалла оның жаман амалдар азайып, жақсы амалдары көбейіп кетеді. Алайда жаман амалдарын естемей, оларға есеп берместен, тек қана өзінің жасаған жақсы ізгі амалдарын есептеп жүретін болса, жаман амалдарын көрмей қалады ағайындар. Сол үшін адам баласы әрқашанда есеп берген уақытта жақсы амалдарына да, жаман амалдарына да есеп беру керек. Таңертең кешке ұйықтар алдында мен бүгін не істедім? Қандай амал істедім? Ертең қияметте маған пайда келдіретін, қияметте мені дозақ отынан құтқаратын қандай амал істедім? Ертең ұлы жаратушы Алла тағаланың жүзіне қарауға, ал жанында тұрғанда ұялмай жүзіне қарауға жарасты бір амал жасадым ба деп адам өзіне есеп беру керек. Қазақ айтады ғой, есебі бар дос айырылмас дейді. Бұл дос жайында айтылып жатыр. Алайда біз де өзіміздің өмірімізді есептейтін болсақ, иншалла біз қателікке бара қоймаймыз ағайындар. Сол үшін біздің өміріміздің барлығы шектеулі. Біз көпшілігіміз білеміз. Мына өмір қысқа екендігін білеміз. Біз айтамыз, егер мен уақытым болғанда мынандай амалдар жасайтын едім, егер менің уақытым болғанда былай істейтін едім, егер менің жастық шағым келгенде былай істейтін едім деп, біз әртүрлі пікірлер айтамыз, өзіміздің ойларымызды айтамыз. Алайда ойлаған кезде, бірақ өмірді сарыптаған кезде, өмірді уақытта жұмсаған уақытта, біз уақытты аяқталмайтындай, оның соңы жоқ секілді сарытпайды екенбіз. Уақыттың соңы келген кезде біз ойланып қалады екенбіз да. Сол үшін Алла субхanahu ва тағала Құран Кәрімде былай дейді: Я айюхаллазина аману ла тулхикум амвалукум ва ла ауладукум ан зикриллах. Ей иман келтірген мұмындар, сіздерді малдарың, дүниелеріңіз, мал дүниелеріңіз, бала шағаларыңыз Алланы зікір етуден, Алланы естеуден тосып қоймасын дейді.
Егерде кімде-кім мал дүниесі, бала шағасы Алла тағаланы естеуден тосатын болса, әне солар зиянға ұшырағандар дейді. Осы жерде тоқталатын нәрсе, бала шаға нәпақасын тауып беру әрбір ер азаматтың мойнындағы міндет ағайындар. Алла субхана ва тағала Құран кәрімде Раббана атина фид дуния хасана, ей Раббымыз, бізге осы өмірдің жақсылығын берген, ва фил ахирати хасана, бізге ақыреттің жақсылығын берген, ва қина азабан нар, бізді дозақ отынан сақтағын деп дұға қылуды Алла тағала Құранда бізге үйретіп қойды. Қараң, бұл дүниенің жақсылығы не? Денсаулығың жақсы болса, әл-ауқатың жақсы болса, бала шағаң жақсы киініп, жақсы жүрсе, қатарынан артта қалмаса, дүниең болса, мысалы үшін үйіңе қонақ шақыра алсаң, мешіт салуға мүмкіндігің болса, халыққа көмектесуге, туысқандарыңа көмектесуге шаман келетін болса, бұл нұр үстіне нұр ағайындар. Бұл жерде айтылып жатқан нәрсе, дүниенің артынан кетіп, бала шағаның артынан кетіп, Алла тағаланы ұмытып қоюды айтып жатыр ағайындар. Алланы ұмытуға біздің хақымыз жоқ. Өйткені біз ұмытқанмен Алла субхана ва тағаланың жанына баруымыз біздің бұл ақиқат нәрсе ағайындар. Осы аяттың жалғасында айтады: وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ дейді. Сіздер, Алла субхана ва тағала сіздерге рызық қып берген нығметтен тиісті орындарға беріңіздер, садақаларыңыз, зекеттеріңізді беріңіздер дейді. Қай уақытқа дейін? قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, сіздердің біріңізге өлім келуден алдын дейді. Егер сіздің біріңізге өлім келетін болса, ол айтады дейді: ей Раббым, қане еді мені бір уақытқа артқа өмірімді кешіктірсең, сәл ғана өмірім ұзарттырсаң, мен садақа берер едім деп айтады дейді. Бұл жерде қараңыздар, айтылып келіп тұрған нәрсе, адам баласы басына іс түскен уақытта, басына бір қиындық келген уақытта, егер де менің мүмкіндігім болса, мен осылай жасар едім деп не істейді? Адам баласы ойланады, адам соны қалайды. Алайда мына өмірде мүмкіндігі бар, алайда өлім келген уақытта немесе қияметте оның орын толмайды екен ағайындар. Сол осы өмірде істеген іс-әрекетпен біз есепке тартылады екенбіз. Сол үшін ағайындар, уақытқа өте мән берейік, уақытымызды босқа кетірмейік, уақытымызды Алла тағалаға да, Алла тағала үшін арнайық, дүниеміз үшін де арнайық, Алла тағала үшін де арнайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: момын адам дүниесі үшін ақыретін тастамайды, ақырет үшін дүниесін тастамайды дейді. Екеуі бірдей келген уақытта ақыреттің амалын жоғары қояды дейді. Өйткені ақыреттік өмір ол мәңгілік өмір ағайындар. Сол үшін мұсылман адам екі дүниені бірдей алып жүру керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаңа бір хадисінде айтады: "Ни'матани мағбубун фихима касиру минан нас" дейді. "Ас-сиххат вал фарағ" дейді. Адамдардың көпшілігі ұтылатын екі нығмет бар дейді. Қадірін жете бермейтін екі нығмет бар дейді. Оның бірі денсаулық болса, екіншісі бос уақыт дейді. Қараңызда, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл хадисінде де бос уақытты адамдардың көбі қадірін біле бермейтін амалдардан екендігін айтып жатыр. Адам баласы дені сау болса, қолы бос болмауы мүмкін, уақыты болмауы мүмкін. Адам баласының уақыты болса, денсаулығы болмауы мүмкін ағайындар. Кей кезде адамдарды көресің, уақыты көп, алайда денсаулығы жоқ. Білім алғысы келеді, білім ала алмай, денсаулығы көтермейді. Мешіттерге намазға барғысы келеді, бірақ жүре алмайды. Алайда Алла субхана ва тағала бізге бос уақытты да, нығметті де бізге денсаулықты да беріп қойды ма, біз бұл нәрсенің қадіріне жетуіміз керек ағайындар. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисін қараңыздар: "Иғтаним хамсан қабла хамсин" дейді. 5 нәрсе келмей тұрып, 5 нәрсені пайдаланғын, ғанимет білген. "Сиххатака қабла сақамик" дейді. Ауру келмей тұрып, денсаулықтың қадірін білген дейді. Денсаулықтың қадірін білу өте маңызды нәрсе. "Фарағака қабла шуғулик" дейді. Бос уақытыңның қадірін білген дейді. Ертең сондай замандар келеді, қолың бос болмай қалады. Сол үшін бос уақыттың қадірін білген деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мына хадисте айтып жатыр. Және де "Шабабака қабла харамик", қартаюдан алдын жастық шағыңның қадірін білген дейді.
ғинаке қабіле фақрик дейді. Байлықтың қадірін білген дейді. Кедейлік келместен бұрын дейді. Хаятеке қабіле маутик, өлім келместен бұрын өміріңнің қадірін білген дейді. Осы жерде қарайтын болсақ ағайындар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 5 нәрсені бізге маңызды екендігін айтып жатыр. Ең бірінші денсаулық. Денсаулықта бір уақытындалық нәрсе. Бір күні келеді, бір күні бұл да кетіп қалады ағайындар. Егер бұған мән бермесек, адам баласы денсаулығына қарау керек. Егер сенің денің сау болатын болса, сен құлшылығыңды жүйелі түрде орындай аласың. Егер сенің денсаулығың болатын болса, жұмыс жасап, бала шағаңа нәпақа тауып бере аласың. Егер сен денің сау болатын болса, дүние тауып, зекет бере аласың. Сен денің сау болатын болса, сен қажылыққа бара аласың. Сенің денсаулығың болатын болса, сен ораза айында, Рамазан айында ораза тұта аласың. Сол үшін денсаулықта жатқан көп нәрсе бар ағайындар. Сол үшін дініміз осы денсаулыққа өте қатты мән берді. Денсаулықтың қадірін білу керек. Жастық шақ, бағана айтып кеттік. Жастық шақта адам баласы қабілеті өте зирек болады. Әл қуаты, күш қуаты, былай айтқан уақытта кемелденген уақыты жас кезі. Білім алуға да, жұмыс жасауға да, құлшылыққа да барлық нәрсеге мүмкіндігі болады. Ал қартайған уақытташы, қартайған уақытта жас кезімізде Құран оқу үйренбесек, намаз оқу үйренбесек, дұғалар жаттамаған болсақ, қартайған уақытта біздің тіліміз келмей қалады екен. Оқи алмай қаламыз. Қиналасың. Сол үшін мына жерде айтып жатқан нәрсе, біз пендеміз ғой. Алла Тағала Құран Кәрімде "Уама халақтул джинна вал инса илля лиябудун", адамдар мен жындарды тек қана өзіне құлшылық қылу үшін жараттым деп Алла Тағала Құран Кәрімде айтып қойды ғой. Бұл өмірде мақсатымыз не? Аллаға құл болу, Аллаға құлшылық жасау. Басқа ешқандай мақсат жоқ. Қалған нәрсенің барлығы осы өмірдің қажеттілігі ағайындар. Енді біз сол мақсатты орындау үшін жас кезде Құран жаттасақ, жас кезде пайғамбарымыздың хадистерін жаттайтын болсақ, жас кезде өзіміздің құлшылығымызды толықтай меңгеріп алатын болсақ, қартайғанда қиналмайды екенбіз ағайындар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әдейі арнайы жастық шақтың уақытын білген дейді. Қартаю келместен тұрып, одан алдыңғы хадисте де қияметте адам сұралатын 4 нәрсенің бірі жастық шағы ағайындар. Сол үшін жас жігіттер бар араларымызда. Жастық шақты босқа өткізбейік ағайындар. Әлбетте бағана айтқандай дүние тіршілігін жасау керек. Алайда ақыреттік нәрсені де біз ұмытып қоймауымыз керек ағайындар. Және де бос уақыттың қадірін қараңыздар. Адамда кей кезде бос уақыт болады. Бос уақыттың көпшілігі жастық уақыттарда болады. Осы уақыттарды жақсылап пайдаланатын болсақ, иншалла, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келеді. Абдулла ибн Аббас деген пайғамбарымыздың көкесінің баласы болады. Аббастың баласы Абдулла, Алла разы болсын екеуінен де. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ей балақай, мен саған бірнеше сөздер үйретемін, жаттап алғын" дейді. Бұл жерде түсінілетін нәрсе ең бірінші ана баланың ойын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзіне қаратып алып жатыр. Өйткені айтатын сөзі өте маңызды. Сол үшін ана жас баланың көңілін өзінің сөзіне бұрып жатыр да: "Ей балақай, мен саған бірнеше сөздер үйретемін, жаттап алғын" деді. Соның бірі ағайындар, Алла субхана ва тағаланы денің сау кезде, қайғың жоқ уақытта, барлық нәрсен жеткілікті уақытта еститін болсаң, Аллаға шүкірлік ететін болсаң, Алланың берген нығметтеріне, Аллаға құлшылық ететін болсаң, Аллаға құл бола білсең дейді, ертең сенің басыңа бір қиындық келген уақытта Алла субхана ва тағала саған көмектеседі дейді. Сол үшін біз әрқашанда өзіміздің бойымызда жүрген нығметтерді біліп, Алла тағалаға шүкірлік ете білуіміз керек. Сонда біздегі нығмет біздің бойымыздан кетпейді. Қиындық келетін болса, Алла субхана ва тағала бізге одан шығар жол көрсетіп қояды ағайындар. Сол үшін әрқашанда уақытымызды үнемдейік ағайындар. Енді бізге уақытты үнемдеуге көмектесетін амалдар бар ағайындар. Қысқаша айтып кететін болсақ, оның ең бірі Алла тағалаға бойсыну, Алла тағаланың әмір еткен бұйрықтарын орындау. Біз баршамызға белгілі, адам баласы осы өмірде өзінің уақытын тәртіпке келтіретін болса, реттейтін болса, ол адамның өмірінде береке болады. Сол үшін адам баласы Алла субхана ва тағаланың берген осы құлшылығын
өзінің бойына сіңдіріп өмірлік бір тәртіп қойып алса өзіне, иншалла ол адамның өмірінде тәртіп болады ағайындар. Ең алдымен біз Алла тағалаға құлшылық қылатын болсақ, Алла тағаланың бізге бұйырған бұйрықтарын 5 уақыт намаздарын орындайтын болсақ, иншалла біздің өмірімізде тәртіп болады ағайындар. Ең алдымен тәртіп керек, Алла субханала ва тағаланы көп есту керек. Және бұған қоса айтатын нәрсе, адам баласы өзінің өткізген уақытына есеп беру керек. Өйткені біз баршамызға белгілі, Алла субханала ва тағала Құран кәрімде айтады: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Қараңыз, кімде-кім шаң тозаңында, қараң, өте аз мөлшерде айтып жатыр да. Өте аз мөлшерде жақсылық жасайтын болса, ол оны көреді. Егерде адам баласы шаң тозаң аз ғана бір мөлшер бұл, сол көлемде жамандық жасайтын болса, адам баласы соны көреді дейді. Өйткені біз баршамызға белгілі, бағана айтқандай, біз осы өмірде әрбір іс-әрекетімізге, тұрған тұрысымызға, жүрген жүрісімізге, сөйлеген сөздерімізге есеп беретін болсақ, иншалла ол қателік болатын болса, оны тоғырлауға мүмкіндігіміз болады екен ағайындар. Және де адам баласы дос болған уақытта, адам баласы уақытын үнемдейтін, уақытының қадіріне жететін адамдармен дос болған жөн дейді. Біз баршамызға белгілі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді: адам өз досының дінінде дейді. Өз досының дінінде. Сен кіммен бірге дос болып жатқандар, сіздің қайсы біріңіз, егер біреумен дос болатын болсаңыздар, кіммен дос болып жатқанын қараңыздар дейді. Қараңыздар, дос деген нәрсе өте маңызды нәрсе. Бұрынғы өткен бабаларымыз, аталарымыз айтады: егер бір қауымға барып, сол қауыммен өмір сүретін болсаң, ол қауымның ең жақсыларымен серіктес болғын, ең жақсыларымен әріптес болғын, жамандармен серіктес болмағын дейді. Егер сен жамандармен серіктес болатын болсаң, олардың жамандығы бірте-бірте саған жұғады дейді. Ал жақсылармен серіктес дос болатын болсаң, иншалла оның жақсылығы, егер сенде жаман іс-әрекеттер болатын болса, жаман сөздер, жаман қимылдар болатын болса, жек көрінішті, аралармен бірге жүріп, олардың жақсы әрекеттерін көріп, адам өзіндегі жаман іс-әрекеттерін тастайды екен ағайындар. Сол үшін әрқашанда дос болған уақытта өзіміздің достарымызды қолдан келгенше уақытын үнемдейтін, Алладан қорқатын, сондай әдепті, ақлақты адамдармен дос болатын болсақ, иншалла біз ұтылмаймыз. Иншалла. Қазақта сөз бар ғой, мына өмірді мысал келтірген уақытта қазақ айтады: қамшының сабындай қысқа ғұмыр дейді. Және бір сөзде келеді: адамның өмірі дейді, азан мен намаздың арасында ғана дейді. Бұл айтқан уақытта адамның өмірі азан мен намаздың арасында өтіп кетер екен ағайындар. Өмірге келдік, бізге имам азан шақырып, есім қояды, ат қояды, есімің пәленше деп, бір күні уақыт келеді, жаназа намазын оқып, бізді жерлеп қояды ағайындар. Сол үшін адамның баласының уақыты, өмірі азан мен намаздың ортасында екен ағайындар. Сол үшін әрқашанда уақыттарымызды үнемдейік. Алла субханала ва тағала баршамыздың уақыттарымызға береке берсін. Алла субханала ва тағала баршамызға қайырлы ғұмыр нәсіп етсін. Деніміз сау болсын иншалла. Жастарымызға Алла хидаят берсін. Кәрілерімізге, қарттарымызға, ақсақалдарымызға Алла тағала өмір жастарына берекет берсін, денсаулықтарына берекет берсін иншалла. Алла баршамызға екі өмірдің жақсылығын берсін. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи раббил аламин.